Л, ли, лу, лө жұрнағы қазақшадағы д, д, т, т деп айтқан болатынбыз. Біз бұл жұрнақпен таныспыз, қай жағдайда, қашан таныс болғанбыз. Мысалға, ел атауларын сұраған кезде, Казахстан айтқан кезде, ел атауларын айтқан кезде, Казахстан, Қазақстан, дық, Түркия, лі, Мысыр, лы деп, Чин, лі, дық орнына жұмсағанбыз. Немесе бірдеңе жаңағы тұзды, бірдеңе бойлы деп айтқан кезде тұзлы, бойлы, атақты деп, үнні деп айтқанбыз. Бірдеңе бар деген мағынада айтқанбыз. Мысалға не дедік? Билетлі, билеті бар, билеті деген болатынбыз. Немесе бірдеңенің ішіне бірдеңе қосылған, салынған деген мағынада шоколад қосылған деген мағынада айтқан болатынбыз. Ал бүгінгі сабағымызда бұл жұрнақты ауа райына қатысты пайдаланамыз. Мысалға, güneş, күн, güneşli дейтін болсақ, күнді, бірақ біз қазақшада олай айтпаймыз. Күн ашық, ауа райы ашық деген мағынада күн шығып тұрса. Күн шығып тұрса, шығатын болса, күн шықса, немесе yağmur, жаңбыр, жаңбырлы, біз қазақшада осылай айтамыз, жаңбыр, жаңбыр жауса, жауып тұрса, жауатын болса, жаңбырда. Kar, қар, қарлы, егер қар жауса, жауатын болса, жауып тұрса, қарлы деп айтамыз. Бұлт, бұлытлы, қазақшада да айтамыз, бұлтты, егер бұлт шығып тұрса. Sis, тұман, сислі, тұманды, егер ауа райы тұманды болатын болса, тұман болса, тұманды деп айтамыз. Rüzgar, жел, rüzgarlı, желді, яғни жел соғып тұрса. Жел соғып тұрса, соғатын болса, соққан болса, rüzgarlı. Fırtına, дауыл, fırtınalı, дауылды, дауыл соқса, дауыл соғатын болса, соққан болса, fırtınalı деп айтамыз. Rüzgar, жел, түршеде ел деген сөз бар, қазақшадағы секілді. Бірақ бұл вариант күнделікті тілде пайдаланылмайды. Rüzgar деп айтады. Rüzgarlı. Мына жерде rüzgarlı. Осыған байланысты байқап отырмыз. Бұл да әрине үндестік заңына сәйкес жалғанады. Біз бұны бұрын бұл жұрнақты өткен кезде, түсіндірген кезде айтып өткен болатынбыз. Л, ли, лу, лі. Мысалдарға қарайтын болсақ, yağmurlu hava. Ауа райы жаңбырлы. Жаңбыр жауып тұр. Ауа райы жаңбырлы. Yağmur yağıyor. Жаңбыр жауып тұр. Güneşli hava. Hava ауа райы. Күнді ауа дейді. Güneş açıyor. Yani күн шығып тұр. Күн ашық дейтін болсақ, түркчеде güneşli hava деп айтамыз. Karlı hava. Қары бар, қар жауып тұрған ауа райы деген мағынада. Яғни қар yağıyor, қар жауып тұр. Олай болса, karlı hava деп айтамыз. Bulutlu hava. Бұлтты ауа райы, бұлтты, bulutlu hava. Gökyüzünü bulutlar kaplıyor. Аспанды бұлттар жаулап алып тұр, kaplıyor. Sisli hava.
sis, tuman. Tumandı hava rayı. Sis çöküyor. Tuman түсüптür деп айтамыз ба қазақшада? Tuman ya çöküyor. Çökmek негізі тұну. Rüzgarlı hava. Jeldi hava rayı. Yani hava rayı jel soğuk тұрса, rüzgarlı hava. Rüzgar esiyor. Rüzgar esiyor, jel soğuk тұр. Ya мысалға, hangi mevsim, қай mausum, nasıl, қалай? İlkbaharda hava, ilkbahar, көктем. Көктемде ауа райы yağmurlu. Мысалға, жаңбыр жауады, ya, yağmurlu. Тағы қандай болуы мүмкін? Мысалға, rüzgarlı, жел соғуы мүмкін. Fırtınalı, дауыл соғуы мүмкін. Gök, gürültülü. Gök gürültülü, күн күркіреуі мүмкін. Gök gürültülü. Бұлтты болуы мүмкін, ya. Bulutlu. Мысалға, күн ашық болуы мүмкін. Онда güneşli. Ya, güneşli. Sağanak yağışlı. Нөсер жаңбыр жауатын болса, sağanak yağışlı. Rüzgarlı, jeldi, yağmurlu, жаңбырлы, fırtınalı, davuldu, gök gürültülü, күн күркірейді, қарлы, қар жауады, bulutlu, sisli, тұманды. Yazın, жазда ауа райы қандай болуы мүмкін? Мысалға, güneşli, ya, güneşli, күн болуы мүмкін. Немесе жаңбыр да жауы мүмкін. Yağmurlu болуы мүмкін. Sıcak болады әрине. Ыстық. İlkbaharda жылы болады, ылық. Sonbaharda hava, күзде ауа райы қандай болуы мүмкін? Мысалға, бұлтты болуы мүмкін. Бұлтлы, тұман түсуі мүмкін. Сисли, күн күркірейтін шығар. Gök gürültülü, жел соғуы мүмкін шығар. Rüzgarlı, дауыл тұруы мүмкін. Fırtınalı, қышын, ya бұл жерде салқын деп айтуға болады, серін. Қышын, қыста ауа райы қандай болады? Buzlu, buz, muz. Muzды, яғни тайғанақ, buzlu. Қар жауады, ya, қарлы. Жел соғуы мүмкін. Rüzgarlı, дауыл соғуы мүмкін. Fırtınalı, әрине суық болады, түркше соғық деп айтамыз. Ya, біз мына жерде ылық, жылы, sıcak, ыстық, серен, салқын, соғық, суық деген сөздерді үйрендік. Бұл жерде тағы бір назар аударылатын нәрсе, қазақшаға менде егер салыстыратын болсақ, ilkbaharda. İlkbahar бұл көктем, соңғы бахар бұл күз, қашан? Күзде, көктемде деген кезде да қосымшасын алып келдік. Біз бұл жерде жат септіктің жалғауын алып келдік. İlkbaharda, sonbaharda дедік. Бірақ жазда деген кезде қазақшадағы секілді жазда деп айтқан жоқпыз, yazın деп айттық. Қыста деген кезде қышта деп айтқан жоқпыз, қышын дедік. Ya, біз осыған назар аударуымыз керек. Жазда деген кезде әрдайым yazın деп айтамыз. Қыста деп айтқан кезде әрдайым қышын деп айтамыз.